жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысын жоқтан, көкейдегісін билікке ашық айтқан үшін ғана темір таяқтарға жығылып, сапер күректерінен өлімші жараланған, шаштан сүйреліп, іштен тепкіленген, қақаған аязда тастай суық сумен атқыланып, өрт сөндіргіш көліктердің табан жолында тапталған, улы газға тұншықтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты.